Үйіңіздегі бұл иіс денсаулыққа жасырын қауіп. Көпшілігі байқамай жүр. Бұл видеода үй ішінде жиі кездесетін, бірақ көпшілік байқай бермейтін иістер туралы сөз қозғайтын боламыз. Бұл иістер ағзаға қалай әсер етеді? Денсаулыққа қаншалықты қауіпті? Барлығын ғылыми негізде талдайтын боламыз. Арнаға жазылып қоюды ұмытпаңыз. Пайдалы мәліметтер алда. Үйіміз жайлы мекен, бірақ кейбір иістер біздің денсаулығымызға елеусіз қауіп төндіруі мүмкін. Бұл жай ғана жағымсыз иіс емес, ол бас ауруына, демікпеге, тіпті қатерлі ауруларға апаруы мүмкін. Ең жиі кездесетін қауіпті иістер: зең иісі, білесің, көгерген иіс. Шкаф ішінде, ваннада немесе төбеде сезілетін көгерген сыз иісі. Зеңнің плесін белгісі. Ғылыми дәлел: CDC ақш ауруларда бақылау орталығы мәліметі бойынша, зең астма, аллергия, тыныс алу жолдарының қабынуына себепкер микотоксин бөледі. Ол ағзаны улайды. Газдың әлсіз иісі. Газ плита, су жылытқыштан шыққан белгісіз, әлсіз газ иісі қауіпті. Газдың иісі болмауы мүмкін, бірақ метан ағзаға түссе, тұншықтыру, миға әсері болады. Ескерту: метан иісі сезілмей қалуы мүмкін. Сондықтан газ детекторын орнату ұсынылады. Химиялық иістер. Жаңа жиһаз, линолеум, пластик, кейбір жиһаздар мен кілемдерден бөлінетін формальдегид заты, канцероген. EPA ақш экология агенттігі бұл затты адам үшін қауіпті деп таныған. Бас ауруы, көз ашуы, тері тітіркенуі байқалады. Қатты иісті тұрмыстық химиялар. Ауа тазартқыш, дәретхана гелі, парфюмдер, құрамында фталаттар мен бензол болуы мүмкін. Бұл заттар гормондарға әсер етіп, бедеулікке алып келуі мүмкін. Harvard Health: ауа тазартқышты жиі қолдану өкпе ауруларының қаупін арттырады. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі видеода үй ішінде жиі кездесетін, бірақ көбіміз мән бермейтін, адам ағзасына қауіп тудыратын иістер жайлы толық айтып өттік деп ойлаймыз. Сақ бола жүріңіздер. Егер видеоны пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.